Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі ауызда еритін дастарханға арналған медовый тортын дайындаймыз. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Түбі қалың ыдысқа сары майымызды, қантымызды және балымызды өлшеп саламыз. Орташа отта массамыз ерігенше араластырып тұрамыз. Еріген массамызды осылайша қайнап бастағанда сода қосамыз және тағы да тоқтамай араластырып тұрамыз. Абайлап араластырамыз, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Оттың астын өшірмейміз. Масса сарғыш түске ене бастағанда отты өшіріп суығанын күтеміз. Оған дейін біз кремін дайындаймыз. Тағы бір түбі қалың ыдыс алып, жұмыртқа мен қантты көпіртіп араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнды салып араластырамыз. Сүтімізді жаймен қосып отырып араластырамыз. Орташа отқа қойып араластырып отырамыз, тоқтамай араластырып отырамыз. Асты күйіп қалуы мүмкін. Осылай қоюланып қайнап бастайды. Бұл кезде отты өшіріп аламыз. Таза ыдысқа құйып аламыз. Бетін пергаментпен видеодағыдай жауып қоямыз. Бөлме температурасында суытамыз. Суыған массамызды алып, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Електен өткізілген ұнды барлығын бірден салып жібереміз. Түйіршіктер қалмайтындай қылып араластырамыз. Дайын болған массаны пергаменттің үстіне салып, керек формаға келтіреміз. Алдын ала керек болмаңызды сызып алсаңыз да болады. Пешке 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Қамырымыз піскенше кремімізді алып, үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Қайта бетін жауып, холодильникке жібереміз. Қамырымыз да пісіп қалды. Піскен қамырларымыз суытып, жан жағын түзулеп кесіп
тортымызды жинай береміз. Корждарымыз өте түзу, жұмсақ болып шыққан. Осыны жинаймыз. Креміміз толық суы қажет. Крем суымай жатып, ыстық күйінде тортқа жақпаңыздар. Қарапайым заттардан өте дәмді медовик тортын жасап шықтық. Дастарханға ұсынып, қонақтарыңызды риза қылыңыз.